Сәлем достар, мен осындай бас киім папаға тіккен болатынмын. Осы бас киімді қалай тіктім, қандай мата қолдандым, барлығы видеомда көрсетілген болатын. Алға қарай осы видеомды үзбей көріңіздер, сіздерге өзімнің тіккен папаға бас киіммен бөлісетін боламын. Егер де сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Осындай мехтан жасалған матаны тауып алдым. Оны енді біздер баланың бас өлшемін өлшеп аласыздар. Егер 53 болса, 53-ке 2 сантиметр қосып, 55 сантиметр қиып аласыздар. Ал биіктігін сіздер өзіңізге қандай биіктік керек, сонша жасайсыздар. Енді осы матамызға біздер дублирин жабыстырып алуымыз керек, себебі матамыз кішкене қатты болып тұру үшін. Бас киімнің ішкі жағына мен хлопок матаны қолдандым. Енді біздер оң жақ беттестіріп, екі матаны оң жаққа беттестіреміз де астыңғы жағынан түзу тігіспен тігіп шығамыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай түзу тігіспен тігіп шықтық. Енді екі жанын бір-біріне қосу керек болады. Екі жанын да түзу тігіспен тігіп шығамыз. Тігіп алғаннан кейін оң жағына айналдырып, бәрі дұрыс па, солай қарап алыңыздар. Оң жағына айналдырдым, осылай болып шығады. Енді бізге егер балаңыздың басына сәл үлкендеу болса, артқы жағына резинка тігіп қоюға болады. Себебі балаға үлкен болып тұрмас үшін. Егер ровно келсе, онда резинка тікпеуге болады. Енді бас киімнің төбесін жасау керек. Ол үшін мен велюр матасын алдым және фетр қолдандым. Бұл фетр менде жұқалау болғандықтан тағы да бір фетр қостым. Басқа түстен фетр қоса беруге болады, себебі ол қара матаның астынан көрінбейді. Енді үстіңгі бөлігі мен жаныңғы бөлігін ішкі жағынан түзу тігіспен тігіп шығамыз айналдырып. Сіздерге видеодан мұқият көрсетіп жатырмын. Мен жасағандай жасап, балдарыңызға тігіп беріңіздер.
барлығын осылай түйреуішпен түйреп шықтым. Содан кейін барып түзу тігіспен тігіп алдым. Енді осы ішкі жағында матамызды айналдырып қолмен тігіп шығуға болады. Осындай папахымен сіздермен бөлістім. Егер ұнаған болса, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар.